Эфирде кино бизнес бағдарламасы. Алдағы 25 минут ішінде киноиндустрия әлеміндегі тың жаңалықтар жайында. Сондай-ақ Лего мультфильмінің екінші бөлімі. Ресейлік завод криминалды драмасы мен Лиам Нисон басты рөлді сомдаған «Снегоуборщик» триллері сынды аптаның басты премьералар туралы айтатын боламыз. Студияда Алмас Тоғай бүгінгі бағдарламада. Қазақстандағы кассалық жинақ бойынша өткен аптаның топ 5 фильмі. Қазақстандық «Каникулы офлайн» комедиясының тизері жарық көрді. Хабар телеарнасында 11 ақпаннан бастап «Жалғыз жауқазын» көп сериалы драмасы көрсетіледі. Кино бизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы актриса Дарья Александрова. Бағдарлама басында әдеттегідей бокс-офис айдары. Назарларыңызға өткен 7 күндегі қазақстандық кинопрокаттың үздік 5-тігін ұсынамыз. 5-ші орын «Море соблазна». Шиеленіскен жағдайдың айналасында өрбейтін триллерде басты рөлдерді Мэттью МакКонахи мен Энн Хэтэуэй сомдайды. «Море соблазна» прокаттағы 2-ші аптада 5 миллион теңгеге жуық табыс тапты. 4-ші орын «Фаворитка». Грекиялық режиссер Йоргос Лантимостың тың туындысы үздік фильм, үздік режиссер, үздік әйел рөлдері сынды 10 номинация бойынша Оскар сыйлығына лауреат атанып отыр. «Фаворитка» прокаттың 1-ші аптасында 16 миллион теңге тапты. Вы копаетесь в моем телефоне? Смотри, что этот мальчишка ей написал. Это он? Джейкоб? Эй, я видел эту фотографию, Джейкоб. Тебе повезло, что я на месте тебя не прикончил, морковка. Я твоей маме позвоню. Ох, тебе сегодня достанется. Нечего сказать, Джейкоб. Меня зовут не Джейкоб. Что? Ладно. 3-ші орын «Семья по-быстрому». Картина режиссері «Мы Миллеры» және «Здравствуй, папа, Новый год» фильмдерінен танылған Шон Андерс. Жас отбасының 3 баланы асырап алу туралы комедиялық оқиға көрсетілімнің 1-ші аптасында 22 миллион теңге еншіледі. 2-ші орын «Стекло». Режиссер Найт Шьямаланның «Неуязвимый» және «Сплит» киноәлемдерін біріктіріп, мистикалық трилогияны қорытындылаған туындысы 3-ші аптада 23 миллион теңге табыс көрді. 1-ші орын «Зеленая книга». Дүние танымдары 2 бөлік кейіпкерлер туралы драманың режиссері Питер Фаррелли. Биыл Оскар марапатына 5 түрлі номинация бойынша үміткер атанып отырған картина 2-ші аптада 43 миллион теңге пайда түсірді. Нормальный родитель отдаст свое чадо в лагерь в селе, да еще и за деньги. Он думал, что он там будет играться, общаться, воду таскать, дрова рубить, навоз. Ладно. «Каникулы офлайн» отбасылы комедиясының авторлары туындының жаңа тизерін ғаламторға жүктеді. Картина режиссері Руслан Акун. Ол «В поисках мамы» және «Время стойких» ленталары арқылы танылған. Жоба продюсерлері Ақан Сатаев пен Ернар Құрмашев. «Каникулы офлайн» фильмі жеке кәсіпті бастағысы келген 3 жолдас жайында. Оларға қалалық балаларды ұлттық дәстүр мен қазақ ауылының өмір салтына тәрбиелейтін этнолагерь ашу туралы ой келеді. Түсірілім алаңы ретінде Алматы облысындағы табиғаты тамаша ауылдық жердің бірі таңдалған. Картинаның тұсауы 21 наурызда кесілмек. Warner Brothers студиясы негізгі кинотуындыларының жарыққа шығатын мезгілін жариялады. 2021 жыл релиздерге бай болмақ. Премьералар арасында көрермен асыға тосқан режиссер Мэтт Ривздің «Бэтмен» жобасы да бар. Что ж, вот он я. «Лига справедливости» фильмінде Бэтменнің рөлін сомдаған Бен Аффлек кейіпкері Қара рыцарьды қайта ойнамайтын болды. Я понимаю. 2021 жылдың 6 тамызында Джеймс Ганн режиссерлік ететін «Отряд самоубийц» лентасының 2 бөлімі түсіріле бастамақ. Көрермендерді сиквел емес, телехикаяның қайта жаңғыруы күтеді. Бұл жобаға кейіпкерлер мен актерлердің жаңа құрамы келмеді. Дегенмен картина «Стражи галактики» туындысына ұқсайтын болады. 2021 жылдың 21 мамырында Лего фильмнің сценарийсі Джаред Штерннің «Супер питомцы» лентасы жарыққа шығады. Картина DC комикстеріне негізделген. Енді әйгілі қаһармандардың балалары зұлымдыққа қарсы күреске шықпақ.
анамдан, әкемнен де бір күнде айырылдым. 11 ақпаннан бастап Хабар телеарнасында көп сериалы «Жалғыз жауқазын» туындысы жарыққа шығады. Режиссері Төребек Бейсебаев, телехикаядағы басты рөлді актриса әрі әнші Ақбота Нұр Сейтмағамбет сомдаған. Сериалда Айсұлу есімді қалалық қыздың бастан кешкен оқиғалары баяндалады. Ол үйімен ата-анасынан бір сәтте айырылады. Тұрмысқа шығуға оқталып жүрген күйеу жігіті оның жақындарын ақша үшін жазым етеді. Айсұлу өз үйлену тойының үстінде бас сауғалай қашып, қаза тапқан анасының бұрынғы ауылын барып паналайды. Өмірі қалыптарынаға түсіп, бәрі оңалып келе жатқандай болса да, қылмыскер күйеу жігіті жас сұлудың ізіне қайта түседі. Оның мақсаты көздеген ісін аяғына дейін жеткізу. Әкешем кішкентайымда қайтыс болған. Ол кісілер тіпті есімде жоқ. Және сен оның тырнағына да татымайсың, түсінің ба? Тырнағына да! Көп сериалы туынды жаз айларында Алматыда түсірілді. Режиссер басты кейіпкердің рөліне үміткерді ұзақ іздеген. Ақыры 50 қыздың ішінен Ақбота Нұрға таңдауы түскен екен. «Жалғыз жауқазын» телехикаясын жұмыс күндері Астана уақытымен 21:30-да Хабар арнасынан тамашалай аласыздар. Нам нужен новый капитан команды. Так что я предлагаю Мишель. Да! Ақш актрисасы Зендая режиссер Дэнни Вильновтың «Дюна» лентасына түспек. Ол басты қаһарман Чанидің сүйікті қызының рөлін сомдайды. Боевиктің актерлік құрамына Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек пен Шарлотта Рэмплингте келіп қосылған екен. Legendary 2016 жылдың қараша айында Фрэнк Герберттің ғылыми фантастикалық «Дюна» туындысына негіздеп кино және телехикая таспалау құқығын сатып алған еді. Фильм сюжеті Пол Артрейдес есімді негізгі кейіпкердің хикаясына құрылған. Мемлекеттік төңкерістен кейін қашып шөл даладағы аборигендерден пана тапқан ол, осы тайпаның көмегімен билікті қайтарып алуға мүдделі. Түсірілім жұмыстары ресми түрде мамыр айында басталмақ. Режиссер Вильнов 2 жылдың ішінде ізін ала толыққанды 2 картина таспалауды жоспарлап отыр. 1984 жылы Дэвид Линч жазушы Фрэнк Герберттің бағалы еңбегін үлкен экрандарға лайықты фильмге айналдырған еді. Ол таспалаған кино туындының әдеби түпнұсқадан көп ауытқушылығы болды. Сондықтан да қаламгері мен жалпы киноның жанкүйерлері оның жұмысына оң көзқарасын білдіре қоймады. Дегенмен қиял ғажайып жанрын жақсы көретіндер режиссердің туындысына лайықты бағасын берген еді. Мы пришли с планеты Дупло, чтобы уничтожить вас. Привет, гости с другой планеты! Нам не нужно больше драться. Видите, друзья? Люся! Эммет! Они забрали Люсю и остальных. Крепче держись корешками, Кустик. Астероиды! Не против, если я спасу тебя? Warner студиясы 2014 жылдың анимациялық хиті болған Лего фильмнің 2-ші бөлімін ұсынды. Мультфильм режиссері Майкл Митчелл анимациялау бағытында мол тәжірибесі бар маман. Бұған дейін ол Шрек, Кунг-фу Панда және Губка Боб секілді мультипликациялық жобалардың сиквелдеріне жетекшілік еткен. Славно! Лего фильмнің 1-ші бөлімі 2014 жылдың ақпан айында жарыққа шықты. Бюджеті $60 миллион құраған мультфильм әлемдік прокаттан $464 миллион пайда тапқан еді. Киносыншылар мен көрермендер де жақсы қабылдады. Ізінше студия толық метрді Лего фильм Бэтмен және Лего Ниндзяго фильмі атты туындыларын түсірді. Я королева многолика прекрасная. Говорящая лошадь? Я могу изменить форму, если вам некомфортно. Приветики. Нет, давай, обратно, лошадка симпатичнее. Сиквелдегі хикая алғашқы фильмнің оқиға желісін жалғайтын болады. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманың өткеніне 5 жыл. Қаһармандар төнген жаңа қауіпке қарсы тұрып, енді өз батылдықтарын паш етуі тиіс. Олар картина барысында өздерінің ерекшеліктерін де түсіне бастайды. Приветик! Бежим! Снегоуборщик. Заложница трилогиясымен список Шиндлера әскери драмасының жұлдызы. Лиам Нисонның басты рөлді ойнаған жаңа триллері осылай аталады.
Картина Канададағы Альберта провинциясының аумағында орналасқан. Таулардың шыңында таспаланғандықтан фильм режиссері норвегиялық Ханс Петтер Муланд пен бүкіл түсірілім тобы 2,5 мың метр биіктегі экстремалды ауа раймен күнделікті күресіп отыруларына мәжбүр болған. Я не мастер красивых речей, я всего лишь обычный человек, который расчищает дорогу к цивилизации. Но для меня честь получить титул «Гражданин года». Мистер Коксман? Да. Речь о вашем сыне. Он мертв. 2017 жылы фильмнің авторларына Канаданың ұлттық паркі Банфада түсірілім жасауға рұқсат бермей қояды. Себебі картинадағы антагонистің рөлінде канадалық ойнаған еді. Канаданың ұлттық қорығы ұйымының басшылығын осы рөлді сомдайтын әйгілі канадалық актер Том Джексонның өзі көндіре алмаған болатын. Я его прикончу. Неужели? С чего ты взял, что сможешь кого-то убить? Читал много крутых детективов. Спасите! Мистер Коксман үлгілі отағасы және құрметті азамат. Оның байыпты өмірінің шырқы ұлы нашақорлар өлтіріп кеткен сәтте бұзылады. Әділдік іздеген әке ақырында қарақшыларды кезекпен о дүниеге аттандырып, қанды кек алудың жолына түспек. Осы аптада үлкен экрандарға орыс-француз кино өнімі «Завод» әлеуметтік драмасы шығады. Фильм режиссері Юрий Быков көрермендерге «Майор» фильмі мен «Елки» франшизасының бір бөліміне жетекшілік етумен белгілі. «Завод» драмасының әлемдік премьерасы Торонтодағы халықаралық кинофестиваль шеңберінде өткен болатын. В машине охранника водитель, он сзади. Дорога к вечеру пустая. Блокируем 2 КАМАЗами. Берем его. Везем сюда. Он звонит своим шавкам, нам деньги привозят. И Ташкент. Тал түсте өз көлігінде отырған жерінен олигарх Калугин үсті жоғалады. Оны қолды еткендер ауқатты кәсіпкердің бас амандығы үшін көп қаржы талап етеді. Ақшаны жеткізу міндетін байдың жеке күзетінің басшысы Туман өз мойнына алмақ. Бастан аяқ қаруланған оның арнайы жасағы қожайындары тұтқында отырған зауытқа түнде басып кіреді. Дегенмен шеберханада бекінген қарсы топ жергілікті жұмысшылар екендігін және оларға бұрынғы әскери адам басшылық жасайтынын ешкім білмеген еді. Қожайындарын аман сақтап қалу үшін жасақ түрлі жанкештілікке даяр болса, жарты жыл жалақысы жүрген жұмысшылар да нар тәуекелге бел буған. Я тебя понимаю. Тяжело работать. Ну, я гляжу, как ты слезами залился, когда 300 человек на улицу выкинул. А где живут? Знаешь? Мужики, да ладно, а бабы с детьми тут при чем? Жанына квест жанры жақын көрермендер үшін жағымды жаңалық. Ағымдағы аптада прокатқа клаустрофобы хорроры шығады. Фильм бюджеті $10 миллион құраған. Бұл әрине Голливуд деңгейінде таспаланған фильм үшін айтарлықтай көп қаражат емес. Картина режиссері Адам Робител жуырда ғана Астрал франшизасының 4-ші бөлімін прокатқа шығарған еді. Они следят, им известен каждый наш шаг. Они знали про нас все. Құпия ұйымнан квест ойнау туралы шақырту алғандардан кім жеңімпаз атанса, қомақты қаржылай жүлдеге ие болмақ. Бір-бірін танымайтын 6 адам өз бақтарын сынап көруге бел буады. Алайда олар бәрінің басының қосылуы кездейсоқтық еместігін түсіне бастайды. Ғимараттың іші де қауіпке толы. Енді олардың өмірі бұл шытырман ойында бәске тігіледі. Кімнің аман қалатыны белгісіз. Я насчет ведущего вашей предстоящей вечеринки. Терпеть не могу все, что сверху меня. 21 ақпан күні үлкен экрандарға «Досье Тамады» атты қазақстандық жаңа фильм шығады. Бұл драма, детектив пен сатираны ұштастырған шытырман оқиғалы, нағыз егеменді елдің туындысы болмақ. «Досье Тамады» Бейбар Жұманиязовтың режиссерлік дебюттік фильмі. Сценарийінде жазған өзі. Все 100% казахстанское производство.
Вот, единственное, что... Барлығы 100% қазақстандық өнім. Импорт тек Александр Клюквиннің керемет дауысы ғана. Ол Роберт Де Ниро, Гарри Поттердің кейіпкерлерін, жалпы 200-ден аса рөлді дыбыстаған адам. Александр сценарийді оқып шыққан соң, мен оған біздің басты кейіпкерді дыбыстауына ұсыныс жасадым. Ол қуана келісіп, өз міндетін асқан шеберлікпен атқарып берді. Менің ойымша оның еңбегі картинаға біздің көрермендер үйренбеген бір ерекшелігін берді. Определенные, вот, непривычные для наших зрителей. А давайте в одну интересную игру поиграем. Что происходит? Все, как договаривались. Ну так иди. 20 жыл өткен соң ескі достар әрі бизнес серіктестер бұрынғы істеген қылмыстар үшін бір-бірінен кек алу науқанына көшеді. Басты кейіпкердің бірінің туған күнінде жиналған олар тамада құрған тұзақтан мүлде бейхабар еді. Драмаға толы шиеленіскен оқиғалар кейіпкерлерді сан түрлі мінезімен таныта түспек. Олар енді әлемдегі ең қауіпті жандарға айналады. Сам жанр драма — это на самом деле очень сложный жанр. То есть, когда Драма жанры өте күрделі. Мәселен, комедияның соңын жеңіл аяқтай салып, мағыналық тұрғыда жеңіл бітіруге болады. Ал драма барлығын қиындатады. Сондықтан да режиссердің, актерлердің, жалпы бүкіл түсірілім тобының жұмысы бір мезетте басталғаны абзал. Бұл фильмде өнер көрсеткен барлық артистер кино саласында орасан зор тәжірибесі бар мамандар. Олар заманауи Қазақстан киноиндустриясының негізін қалаушылары болып саналады. Нашу такую киноиндустрию уже в нашем современном Казахстане. Фильмде Дархан Дайырбек, Азат Сейтметов, Самрат Эржасов, Мәдина Оспан және өзгелер ойнаған. Предварительное название у него было «Сарабанда». Это испанский танец. И когда я этот сценарий писал, я постоянно слушал Генделя. Фильмге бастапқыда Сарабанда деген атау бердік. Себебі мен сценарий жазып жатқан кезде әрдайым Генделдің Сарабандасын тыңдадым. Негізгі лейтмотивті біздің жас композитор Данияр Біржапарақов жасады. Яғни ол Генделдің шығармаларының мотиві естіліп тұратын мелодия жазды. Мотивы, которые всегда отголосками чувствовалось произведение Генделя, этой Сарабанды. И вот в кульминации этого фильма этот Гендель начинает уже звучать. Досье тамады драмасының тұсаукесері 21 ақпанға жоспарланған. Столько возможностей, понимаешь, впереди новое тысячелетие. Кино-бизнес бағдарламасы отандық және әлем кино жұлдыздарымен сұхбаттасып, өзекті сұрақтарға сүбелі жауап іздеуді жалғастырады. Бүгін біз «Свадьба KZ» және «Қаракөз» фильмдерінің жұлдызы Дарья Александровамен тілдесеміз. Олай болса, сөз кезегі әріптесім Бекболат Уәлиевте. Кино-бизнес бағдарламасында бүгін қонақта блогер, актриса Дарья Александрова ханым. Дарья, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Әңгімемізді «Goodbye, мойбай» комедиясынан бастасақ, өз кейіпкеріңіз туралы, жалпы осы жоба барысында жұмыс істеу қаншалықты ауыр болғандығы жайлы айтып берсеңіз. Я там как обычно. Мен әдеттегідей көңілдес әйелдің образында болдым. Ондай рөлдерге шақыратындары әрине керемет, бірақ шынымды айтсам шаршадым. Ашылып драмалық рөлдерді ойнағыңыз келе ме? Иә, арасында ондай рөлдерде бұйырып тұрады. Мәселен, «Свадьба KZ» фильмі. Ол картинада мен сұлу қызды, драмалық кейіпкердің образында ойнадым. Жалпы «Goodbye, мойбай» картинасы маған өте ұнады. Керемет шықты дейсіз бе? Я никогда, вот честно, на казахстанских фильмах так много... Шынымды айтсам, мен ешқашан қазақстандық киноны көріп, қатты күлгенде, жылағанда емеспін. Бұл фильмде қозғалған тақырып жаныма жақын болды ма білмеймін. Бірақ басында, вау, ажырасу деген керемет қой. Болды еркіндік дегенінде мен ішімнен, я, расымен де солай деп қуандым. Бірақ соңына қарай бәрібір еңіреп жылап отырып, Даша, неткен ақмақ едің деген ойға келдім. Яғни, мен кез келген қазақстандық фильмді көріп отырып, өзімнің кәсіби сарапшысымақ, көзқарасымның жетегімен бір кемшілік іздеймінде отырамын. Юмор, музыка, операторская работа, все вкупе, естественно, драма вот да. Итак, Дарья, давайте теперь поговорим о редком для Казахстана. Дарья, енді Қазақстанда сирек кездесетін жанр, үрейлі оқиғалы картиналар туралы сөйлесейік. Сіз отандық Қаракөз хоррорына қатыстыңыз. Бірнеше новелладан тұратын бұл фильмдегі кейіпкерлер, менің түсінгенімдей, қазақстандық үлкенді кішілі көрерменнің бәрінде қорқытуға қауқарлы ғой. Иә, дұрыс айтасыз.
Түсірілім алаңында жұмыс істеу қаншалықты қорқынышты болды? Қорқынышты дейсіз бе? Жоқ, қорқынышты еш нәрсесі болған жоқ. Бір ғана қызықты оқиға болды. Мен репетицияға режиссер базасына келгенімде, жігіттер мені күтіп табыттың үстінде отырды. Мен әзілдегендерің бе, соншалықты қорқынышты картина болады ма деп сұрадым. Осы сәттен басқа үрейіңді алатын еш нәрсе болған жоқ. Өзіңіз қара көзді көрдіңіз бе? Иә, көрдім. Негізінде бұл жанрдағы фильмдерге бара бермеймін, бірақ бұл жолы мен барлығына, өзімнің ойыма да баға беруім керек болды. Фильмді осылай қарап отырсаңыз, демек шынында да қорқынышты болғаны ғой? Иә, өте қорқынышты. Свадьба KZ романтикалық комедиясы. Бұл фильмде Тәуекелмен бірге ойнағаныңызды көп қыздар қызғанған болар. Түсірілім алаңында көптеген қызықты жағдайлар болды деп естідік. Мы слышали, что даже интересные случаи были на съемочной площадке. Да, сам проект был для меня интересен тем, что я в главной роли с Тәуекелем, то есть я знала, что люди... Иә, бұл жобаның қызықтырғаны да сол еді. Себебі мен басты рөлді Тәуекелмен бірге ойнайтын болдым. Яғни бұл фильмге көрермендердің бірінші кезекте Тәуекелді көру үшін баратынын білдім. Соған қоса менің танымалдылығыма зор ықпалын тигізетінін сездім. Сосын бұл картинада мен әдеттегідей көңілдес қыздың, ұрысқақ әйелдің ғана рөлін ойнаған жоқпын. Онда барлығы да болды. Қуаныш, махаббат, романтика. Ұнаған тағы бір тұсы ол менің тек орысша емес, итальянша акцент қосып сөйлеуім қажет болғаны. Жалғыз бір ойымнан шықпаған жері. Ол бүкіл фильм менің даусыммен келеді де, бір эпизодқа ғана дубляж жасауым тиіс еді. Оған себеп акцентті асыра қолданып қойғаным сияқты. Сондықтан орыс тілін енді меңгеріп жатқан адам болып көрінбес үшін өзімді өзім қайта дыбыстадым. Көрермендер оны байқамаған болар деп үміттенемін. Бірақ енді барлығын айтып қойдым ғой. Вот чуть-чуть вот я здесь недовольна. Надеюсь, что люди этого не заметили. Ну вот я рассказала, и, конечно, все начали. Теперь все будут... Енді барлығы сол сіз айтқан жерін іздеп әуре болар. Да, вот там. Вот, очень интересный проект. Иә, расымен де қызыққа толы жоба болды. Бұл солардың біреуі ғана. Есте қалған мынадай бір оқиға бар. Есік көлінде түсірілген эпизод кезінде ауа райы қатты суық болды. Азынаған жел ұрып тұр. Тәуекел нағыз жігіттігін танытты. Барлығы оны өзімшіл, жұлдыз деп біледі. Фильмде де сюжет бойынша мен суға құлағанымда ол алдымен сағатын және аяқ киімін шешеді. Ал шын өмірде ол мүлдем басқа адам екеніне көзімді жеткіздім. Мәселен, түсірілім кезінде әлгі суға кететін қайық кадрда жалғыз тұруы керек болды. Бір дубльді түсіріп болған соң, бізге жылы жамылғыларды жеткізіп беруі керек қайықты күтіп тұрмыз. Ал біздің үстіміз малмандай су. Ол қайық алыстан жүзіп келуі тиіс. Ол бізге жеткенінше 5-6 минут тосып тұрамыз. Және сол бір қайықпен үнемі бір келеңсіздіктер туып отырды. Мені тоңып қалмасын деп Тәуекелдің барлық жағдайды жасағанына риза болдым. Мен кино үшін отқа да, суға да түсуге дайынмын. Кино менің өмірім. Мен бала емізіп жүргендіктен суға секіруге дайын болмадым. Суға құлаған мен емес. Мен ол қызды таяуда кездестіріп қалдым. Менің орныма осы трюкті орындағаның үшін деп алғысымды айттым. Дарья, актерлік мансабыңыздағы ең қиын жобаңызды атап өтсеңіз. Елбасы жолы. Түсірілім барысында жарақат алдым. Көп жол жүрдік, күнде қатты суық болды. Жақындарымды айлап көрмей кеткен кезім болды. Өйткені сапарда көп уақытымыз кетті. Ол жобаның режиссері өте қатал мінезді адам болатын. Режиссер там строгий. Өндірістік жарақатыңыз қатты зиянын тигізбеген болар? Жоқ, тек аяғымда тыртығы қалды. Кинобизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы болған өжет мінезді ару актриса Дарья Александрова екендігін көрермендердің есіне саламын. Сіздерге көп рахмет. Келгеніңіз үшін де көп алғыс. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кинобизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз «Громкая связь» ресейлік комедиясы жайында және «Отрыв жастар» триллерімен Роберт Родригестің «Алита. Боевой ангел» мангасының көптен күткен экранизациясы аясында әңгіме қозғаймыз. Бүгінге осы. Келесі аптада кездескенше.